Амантай Байтанаев 1922 жылы 10 наурызда оңтүстік Қазақстан облысына қарасты Түркістан қаласында туған. Ұлы Отан соғысына қатысып, ауыр жараланған соң 1944 жылдың көктемінде елге оралды. 1949 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітіреді. Республикалық Лениншіл жас, Қазақстан пионері газеттерінің редакцияларында әдеби қызметкер, бөлім бастығы, жауапты хатшы, Қазақстан мемлекеттік көркем әдебиет баспасында редактор, аға редактор, редакция меңгерушісі болып істеген. 1958 жылдың күзінде Мәскеу қаласындағы Максим Горький атындағы әдебиет институтының жанынан ашылған 2 жылдық жоғары әдебиет курсын бітіріп келіп, Қазақстан жазушылар одағы аппараты қазақ прозасының әдеби кеңесшісі, жазушы баспасы проза редакциясының аға редакторы, меңгерушісі, бас редактордың орынбасары болған. Көптеген повесть, романдары жарық көрді. Бірнеше шығармасы орыс тілінде жеке кітап болып шықты. Шығармалары: Болат, повесть, Қазақстан мемлекеттік көркем әдебиет баспасы, 1954 жылы. Ерденнің басынан кешкендері, повесть, Қазақстан мемлекеттік көркем әдебиет баспасы, 1957 жыл. Асан, повесть, Қазақстан мемлекеттік көркем әдебиет баспасы, 1959 жылы. Жаңбырлы дала, роман, жазушы, 1965 жыл. Қайнар бұлақ, роман, жазушы, 1968 жыл. Таң сәрі, роман, жазушы, 1969 жыл. Қансонар, роман, жазушы, 1980 жыл. Қыран самғауы, роман, жазушы, 1976 жыл. Дала сыры, повестер, жазушы, 1982 жыл.